Сәлеметсіздер ме? Бұл сіз білесіз бе Айдары? Әр апта сайын жол саласының әртүрлі тақырыптарын қарапайым әрі түсінікті тілмен тарқатамыз. Бүгін республикалық маңызы бар ақылы жолдар туралы айтып беремін. Ең алғашқы ақылы жол Нұрсұлтан-Щучинск учаскесі. Ол 2013 жылдың жазында іске қосылды. 6 жылдан кейін 2019 жылы республикалық маңызы бар автожолдардың тағы 3 учаскесі ақылы жол қатарын толықтырды. Олар Нұрсұлтан-Теміртау, Алматы-Қапшағай және Алматы-Қорғас. Мен айтып өткен барлық учаскелер бірінші техникалық санатқа жатады және стационарлық бақылау пункті мен төлемақы алу пункті қарастырылған. Өткен жылдың күзінде тағы 7 жол учаскесі ақылы болды. Бұл учаскелер де бірінші санатқа жатады. Алайда мұнда ашық төлем жүйесі қолданылады, яғни шлагбаумдар жоқ. Көлік арнайы камералар мен жабдықтардың көмегімен бақылау арқыларында тіркеледі. Ашық жүйенің басты артықшылығы жолдарда кептелістер мен кезектердің болмауына байланысты автомобильдердің жылдамдық режимін сақтауы. Енді тарифтерге көшейік. Мысалы, көрші Ресейде жеңіл автокөлік үшін жол жүру құны 1 километр үшін 7 теңге, ал Белоруссияда 20 теңге. Бізде болса 1 километрге 1 теңге төленеді. Ал егер жүк автокөлігінің бағасын салыстыратын болсақ, Ресейде тариф 14 теңгеден 55 теңгеге дейін, Белоруссияда 71 теңге. Бізде 5-тен 25 теңгеге дейін. Біздің елімізде жол жүру құны енгізілген сәттен бастап, яғни 2013 жылдан бері еш өзгермегенін атап өткен жөн. Республикалық маңызы бар ақылы жолдармен жүру ыңғайлы, жол жүру уақыты да азырақ. Ал қыста үнемі күтіп ұстау жұмыстары жүргізіліп тұрады. Қызметкерлер трафикті бақылайды. Автокөлік иелерінен алынатын төлем жолды күтіп ұстауға жұмсалады. Яғни республикалық бюджетке жүктеме жоқ.